полюс пен оңтүстік полюстің арақашықтығы 40 мың шақырымда екенін ескерсек, ғаламшарымызды соншалықты үлкен деп ойлағанымыз рас. Шын мәнінде ғалам жаратылысындағы алтын аспан денелерімен салыстырсақ, біздің ортақ үйіміз шамның ұзындығы кішкентай. Жердің диаметрі 13 мың шақырым болса, ал жерден 150 миллион шақырым қашықтықта орналасқан күннің диаметрі 1 миллион 400 мың шақырым. Дегенмен, аспан әлемінде күннен де әлдеқайда үлкен жұлдыздар бар. Мысалы, UISCUTI атты мына жұлдыз күннен 5 миллиард есе үлкен. Бұл біз білетін ең үлкен жұлдыз. Біз триллионнан астам жұлдыздары бар құс жолы галактикасының бір бөлшегінде тұрамыз. Ғалымдар ғарыш әлемінде 500-ден астам галактика бар деп болжайды. Бүгінде соның 0,1% ғана зерттеліп, әзірше адамзаттан басқа тіршілік иелері табылған жоқ. Көп адам ғарыштан ешқандай дыбыс жоқ деп ойлайды. Негізінде электромагнитті діріл түріндегі дыбыс бар. Мысалы, күн мен жерден мынадай дыбыс шығады. Міне осы сияқты әр ғаламшардан дыбыс шығады. НАСАның ғарыш кемелері бұл дауысты арнайы құрылғыға жазылған. Сіз галактикада 100 жылда бір жұлдыздың жарығын жойылып кететінін білесіз бе? Жұлдыз жарығына кезінде ерекше мөлдір жарық бір сәтте бүкіл галактиканы жарқ еткізеді. Жойылып кеткен жұлдыздың қалдықтары газ және шаң түрінде ғарышта қалқып жүреді де миллиондаған жылдан соң жаңа ғаламшар не жаңа жұлдыз ретінде қайтадан бірігеді. Арнайы тапшылыққа бағдарламасы үшін жұлдыздың 1 триллионнан асатын жұлдыздар бар. Жер мен күннің арасында магниттік дауыстар шығады. Жарайсың. Ендеше кітаптағы мәліметті тыңдаймыз, музыка тыңдау және ой толғау. 20 ғасырда үлкен жаңалықтардың бірі адамның айға ұшуы. Бұл оқиға әлем музыкантарының шығармашылығында үлкен серпіліс тудырды. Ғарыш тақырыбына арналған түрлі жанрда өнер туындылары дүниеге келді. Соның бірі америкалық композитор Чарльз Айвиздің «Космический пейзаж», ғарыш пейзажы атты оркестрлік пьесасы. Кейін бұл шығарманың атауы жауапсыз қалған сұрақ болып өзгерді. Енді балалар, біз қазір «Космический пейзаж» күйін тыңдайтын боламыз. Сұрақ жауап ойын дайындап келдік. Секілді саз атты. Қазір сіздерге сұрақ қоямыз, сіздер жауаптарын айтасыңдар. Жақсы ма? Байқоңыр әнін кім жазған? Айтор. Аманбетов. Дұрыс айтасың. Сегіз аяқты кім жазған? Айтор. Абай Құнанбаев. Жарайсың. Жау жаңбыр әнін кім жазған? Дұрыс. Әнші балапан әнін кім жазды? Марат Умаров. Жарайсың. Үйренетін әніміз әнді үйрену және орындау мен ғарышкер боламын әні. Өлеңін жазған Қамшыгер, әнін жазған Алтаев. Кім оқиды? Байқоңырдың даласы көкшек,
арасы. Мен қазақтың киелі арда туған баласы. Биік жерден қараймын, жұлдыздарды санаймын, ғарыш әлем бөлшегі, арман ой талайдың. Жер шақанында шоламын, алыстарға барамын, ғаламат танитын, мен ғашықкер боламын, таудай батыр боламын, қосылмайтын талабы, тоқтар мен талған ағамдай, мен ғашықкер боламын, күлін тұрған алысқа, тырысамын намысқа, ел арманым арқылап, ұшамын мен ғарышқа, ғылым білім жолдасым, басқа бақыт болмасын, ғарышкер де болашақ, елім менің қолдасым. Жарайсың. Планеталар, жұлдызлар, неге аспан, денелері аспаннан көретін шоқ жұлдыздар, біз аспан денелеріндегі планетаның үшінші планетасында демек жерде өмір сүреміз. Ал біздегі ең алғашқы ғарышкерлеріміз кім? Тоқтар Әубәкіров, Айна Әмбетов және Талғат Мұстабаев. Ең бірінші алғаш ғарышқа ұшқан Лайка және Белка және Стрелка иттерін ұшырды. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі тақырыпта түсінгендеріңізді менің себебім әдісіменен алмаларды алып жабыстырамыз. Және жарайсыңдар, сабақ түсінікті болған болса, сау болыңыздар.